жүктілік кезінде спортпен айналысуға болмайды деген қате ұғым бар көп әйелдерде. Мен жүкті болдым, маған қимылдамау керек, ауыр көтермеу керек, көп жүрмеу керек деген. Бұл кезде физикалық нагрузка керек, себебі көп әйелдер итакта жұмыс істемейді, сіз үшін жаңағы стиральная машина жұмыс істеп жатыр, робот пылесостар жұмыс істеп жатыр, швабралар жаңағы полдар жуылып жатыр да. Көп жерде сіз еңкеймейсіз, ешнәрсе тасымайсыз, су үйде ағып тұр, сондықтан сіздің жаңағы бұлшықеттеріңіз атрофированный да. Сондықтан жүктілік кезінде сіздің бұлшықеттеріңіз дұрыс жұмыс жасау үшін, жүктілікке 9 айдан кейін босануға, жеңіл босану үшін, оңай босану үшін, ешқандай разрывсыз қиналмай босану үшін сіздің бұлшықеттеріңіз жұмыс жасап, оған дайындалу керек. Бұлшығы дұрыс жиырылып, дұрыс жазылу керек. Сондықтан күнделікті, бұрын сіз мүмкін фитнес залдарға бармаған шығарсыз, жаңа